Саламатсыздар ма оқушылар? Математика сабағының 31-ші сабағын бастайық. Бүгін өтетін тақырыбымыз 6 санына көбейту және бөлу кестесі. Жаднама сұрақтармен берілген есептер. Балалар, бүгінгі сабақта сендер 6 санына көбейту және бөлу кестесін қолдануды және құрастыруды үйренесіңдер. Сонымен қатар жаднама сұрақтармен берілген есептерді шығарасыңдар. Бұл сабағымыздың мақсаты. Балалар, алдымен 6-ның көбейту кестесін менімен бірге жаттайық. Балалар, 6 бірім, 6 жердегі бірім 6 екенін барлығымыз білеміз. Өйткені санды бірге өткенде санның өзі шығады. Ал енді 6 екім 12. Осы өрнекті кеңінен түсіндіріп жіберейін. Сіздерге бөлумен байланыстырып қалай білу керек екен. Қараймыз. Мына 12-ні мына 2-ге бөлгенде мына 6 шығады. Түсіндік пе? Және де мына 12-ні 6-ға бөлгенде мына тұрған 2 шығады. Түсіндік пе? Өстіп әрбір көбейтуді бөлумен байланыстырып жаттап аламыз. Кәнеки, 6 жердегі 3-ім 18, 6 4-ім 24, 6 5-ім 30, 6 жердегі 6-ім 36, 6 жердегі 7-ім, қайталаймыз менімен бірге. 6 жердегі 7-ім 42, 6 жердегі 8-ім 48, 6 жердегі 9-ім 54, және 6 жердегі 10-ім 60-қа тең. Өте жақсы балалар, бөлумен байланыстырып жаттап аламыз. Мысалы, мына жердегі 54 санын 9-ға бөлгенде 6 шығады, 54 санын 6-ға бөлгенде 9 шығады. Балалар, егер осындай кестелер берілсе, қалай шығарамыз? Бөлінгіш 12, бөлгіш 2, 12-ні 2-ге бөлгенде 6. Енді бөлінгіш пен бөлінді белгілі, бөлгішті табу үшін 24-ті 6-ға бөлеміз. 4. Бөлгіш пен бөлінді белгілі болса, бөлінгішті табу үшін біз 8 жердегі 6-ды табамыз. 48. Өте жақсы. Балалар, енді есептерді шығарайық. Көбейту. 6 жердегі 2, кәнеки, кім тез біледі екен? 12. 6 5-ім неше, балалар? 30. Өте жақсы. 6 7-ім 42. Жаттаймыз. 18-ді 6-ға бөлгенде 6 неше 18? Еске түсірем. 3. 36-ны 6-ға бөлгенде 6. 54-ті 6-ға бөлгенде 9. Өте жақсы. Кәнеки, есептейік. Сендерге аз ғана уақыт берейін. Есепте қойыңыздар. Кәнеки балалар, есептеп болған болсақ, менімен бірге тексереміз. 6-ны 8-ге көбейткенде 48. 48-ден 8-ді азайтқанда 40. 40-ті 5-ге бөлгенде 8. 8-дің 3-ге көбейтіндісі 24. 24 пен 6-ның қосындысы 30. 30-ды 5-ге бөлгенде 6 шығады. Өрнектің мәні 6-ға тең болды. Жарайсыңдар. Балалар,
көбейту, азайту, барлық амалдар кездесетін өрнектер келгенде қалай шығару керек? Санды өрнектің мәнін табайық. Алдымен көбейтуді орындаймыз. Одан соң бөлуді, содан соң көбейтіндіден азайтамыз бөліндінің мәнін. Үшінші амал азайту. Кәнеке бірге есептейік. 6 9-ым 54, 24-ті 6-ға бөлгенде 4, 54-тен 4 алғанда 50. Өте жақсы. Балалар, теңдеуді шешейік. Теңдеуді қалай шешеміз? X бөлу 6 тең 6. Теңдеудің түбірін табу үшін, бұл теңдеудің түбірін табу үшін 6 мен 6-ның көбейтіндісін табамыз. Өте жақсы. Ал енді оқулықпен жұмыс жасаймыз. Оқулықтың 82-ші бетін ашып қойыңыздар. Онда бірінші есепті ауызша орындаймыз. Жарыс өткізу үшін әр 6 метр сайын жалауша қойылды. 6-6-дан сана дейді. Кәнеке 0, 6, 12, 18, 24, санаймыз менімен бірге 30, 36, 42, 48, 54, 60. Бұл 6-ға еселік сандар. Жаттап алайық. Кәнеке жазбаша есеп орындаймыз. Оқулықтың 82-ші бетіндегі номері 2-ші есеп. Бірінші баған шығарулы тұр, оны жазбаймыз. Екінші, үшінші, төртінші бағандарды жазамыз. Енді сендерден сұрайды. Жазуды неге 6 көбейту 6 жағдайынан бастауға болады дейді. Өйткені біз 5-ке дейінгі көбейту кестесін 2-ші сыныпта өттік, солай ма? Сондықтан бізге таныс емес, 6 көбейту 6-дан бастауға болады екен. Ал енді дәптерге жазайық. Үлгіге қараймыз. Бүгінгі ай күнді жазып, тақырып жазып алып, 46 санын әдемі көркем етіп жазамыз. Одан соң осылайша 3 бағынға орналастырып, өрнектердің мәнін табамыз. Бұл жерде 3-ші бағанға қарайық. Мына жерде нешені 7-ге бөлгенде 6 шығады. Табуымыз керек. Ол үшін мына 6 мен мына 7-ні көбейтіп жібереміз. Сонда мына жерге сол санды жазамыз. Жарайсыңдар балалар, өте жақсы. Келесі есеп, жазбаша есеп, бұл номері 3, 83-ші бетте. Сыныпта Жазира мен Шолпан кезекшілік атқарды. Олар сабаққа жазбалар дайындады. Оларды қарастыр. Алдымен қызыл үшбұрыштарды санайық. Бұл жерде 6 үшбұрыш бар. Енді шаршыларды санайық. 12 шаршы бар. Енді айтылымдарды толықтыруымыз керек біз. 6 үшбұрыш берілген. Бұл шаршыға қарағанда 2 есе аз. 2 есе кем деуге болады, аз деген сөзді. 6 үшбұрыш берілген. Бұл шаршыға қарағанда нешеу аз? Бір заттың екінші заттан қанша есе артық екен білу үшін бөлеміз үлкен санын кіші санға, қаншасы артығы білу үшін үлкен саннан кіші санды азайтамыз. Демек, үлгіге қарап, осылайша қысқаша жазып ала қойыңыздар. Балалар, номері 4-ші есеп, бұл ауызша. А бөлігі ауызша. Сенің сыныбыңда кезекші бар ма? Есепті оқып, шешуін қарастыр, қорытынды жаса. Назгүл 6 гүлге су құйды. Бұл мектептің кіре берісіндегі су құйған гүлдерге қарағанда 5 есе кем. Назгүл мектептің кіре берісіндегі қанша гүлге су құйды? Балалар, егер есептің ішінде бұл деген сөз кездесетін болса, бұл жанама түрінде берілген есеп. Жанама сұрақтармен берілген есеп. Қараймыз. Сыныпта 6 гүл бар, солай ма? Енді бұл
5 есе кем. Яғни, біз бұл жерде жанама сұрақпен берілгендіктен, бұл деп бұл жердегі гүлді айтып тұр, солай ма? Енді 6 гүлді айтып тұр. Біз сонда кіреберістегі гүлді табу үшін көбейтеміз. Бұрын есе кем деген сөз болатын болса, есептің ішінде, біз не істейтін едік, балалар? Есе кем деген сөз кездескенде, біз бөлетін едік, солай ма? Егер есептің ішінде бол деген сөз кездессе, бұл жанама сұрақпен берілген, біз керісінше көбейтеміз. Ал енді бөлігі сол есептің қысқаша жазылу бойынша жанама сұрақтармен берілген есеп құрастыр. Торкөз дәптер 4 дана, бұл 2 есе артық. Жолды дәптерлер қанша? Бұл деген сөз болса, 2 есе артық деген сөз болса, біз көбейтетін едік бұрын. Бұл бірақ жанама есеп болғандықтан, біз бұл жерде бөлеміз. Түсінікті ме? Есепті өз бетіңізбен құрастыра қойыңыздар. Дәптерге жазбаша аламыз. Мысалы, Айгүл дүкеннен 4 дана торкөз дәптерлер сатып алды. Бұл жолды дәптерге қарағанда 2 есе артық. Дана қанша жолды дәптер алды? Түсінікті ме? Балалар, енді номері 5-ші есепті ауызша орындаймыз. Бумада бөлігіне қарайық. Бумада 8 парақ түрлі түсті қаттыр қағаз бар, ал ақ түсті қаттыр қағаз 4 есе артық. Бумада ақ түсті неше қаттыр қағаз бар? Жанама сұрақтармен берілген есептерді тауып, оларды шығаруымыз керек. Біз ауызша болғандықтан барлығын шығарайық. Бұл жерде 8 парақ түрлі түсті қаттыр қағаз бар, ал ақ түсті қаттыр қағаз одан 4 есе артық. Бұл жанама сұрағы жоқ бұл жерде. Демек, біз есе артық дегенді көбейту ретінде пайдалана береміз. 8-ді 4-ке көбейтеміз. Сонда 32. Ақ түсті 32 қаттыр қағаз бар екен. Енді стақанда 3 шай қарындаш бар. Бұл түрлі түсті қарындашқа қарағанда 5 есе кем. Қорапта неше түрлі түсті қарындаш бар? Бұл балалар жанама сұрақтары бар, есеп. Бұл деген сөз бар есептің ішінде. Демек, біз есе кем сөзін бөлмейміз бұл жерде, біз көбейтеміз. Түсінікті ме? Сонда 5 3 15, қорапта 15 түрлі түсті қарындаш бар дейді. Б және В бөліктерін өз бетіңізбен орындап алыңыздар. Өте жақсы, жарайсыңдар. Енді номері 6-шы есепке назар аударайық. 3 бұрыштың саны 15, бұл шаршыға қарағанда 3 есе артық. Осы есептің шарты бойынша сурет сал және есеп құрастыр. Балалар, бұл қандай есеп? Жанама сұрақтары бар есеп. Солай ма? Демек, біз шартын құрамыз. 3 бұрыш 15, бұл 3 есе артық. Ал шаршы қанша? Және жауабын жазамыз. Кәнеки балалар, біз бүгінгі тақырыптан жаттауларды көбейту кестені жаттадық па? Тексерейік. 5 жердегі бесім неше? Өткен материалдар бойынша да бар. 25. Өте жақсы. 21-ді 3-ке бөлсек, 7. 2 9-ым 18. 20-ны 5-ке бөлгенде, кәнеки айта қойыңыздар. 4. 4 жердегі 4-ім 16. 27-ні 3-ке бөлгенде 9.
9 жердегі 4-ім 36. Жарайсыңдар балалар, бүгінгі сабаққа өте жақсы белсенді қатыстыңыздар деп ойлаймын. Барлық тапсырманы дәптерге орындай қойыңыздар, және де үйге қосымша тапсырма алтынның көбейту кестесін жаттап, видеоға түсіріп, маған жібересіздер кері байланыспен бірге. Сау болыңыздар.